Сәлем достар, сендермен бірге мен бүгін Адай Кезек. Бүгінгі видеода біз Panzoid'тан интро жасаудың оңай жолын үйрететін боламыз. Ендеше біз видеоға кеттік. Иә достар, міне бұл өткендегі сайт Panzoid деген, соның ішінен бір интроны алып аласыз. Мысалы, мұна интроны аласыз. Мұнда осындай болып шыққанда Open in Clipmaker дегенді басасыздар. Қазір өзі шығады. Міне достар, шықты. Содан мұна қарау үшін бірінші көзді басасыздар. Нені басасыздар. Міне достар, осындай, осы өздеріңізге ұнаса дауыс шықпай тұрған болар. Қазір ендеше кешіңіз дауыс шықпай жатса, мұнда өзіңіз, мысалы өзіңізге ұнап тұрса, осындай интролар. Мұна бірінші өзіңізді атын жазу үшін Objects дегенге кіресіз. Содан кейін міне Text Name деп тұрады ғой. Соған мысалы өзіңіздің атыңызды жазасыз. Адай мысалы. Ол достар, Адай Кезек деген келмейді, сондықтан Адай деп жазамыз. Мен мысалы осылай жазасыздар. Ендеше біз көріп жіберейік. Міне жақсы, маған дауыс естіліп тұр, бірақ сізге естілмей тұрса кешірім сұраймын. Яғни ендеше оны сақтап ету үшін мынандай жерге кіресіз, және мыналар екеуі тұра береді. Start Video Render деген кіресіз, мына өзі толады. Қазір достар, қазір мынау толады, көріп отқандарыңыздай. Содан кейін барып біз сақтап ету жолын айтатын боламыз. Достар, толғасын, толғасын. Міне достар, толға шақ қалды. Міне достар, осындай болып шыққанда Download Your Video дегенді басасыздар. Қазір өзі автоматически сохранить етіледі. Қазір өзі автоматически сохранить етіледі достар. Мұнда астына түседі, мұндай жерге сохранить файл дегенді басасыздар. Мұнда сохранить етілді. Міне достар, видео make a video. Ендеше осы достар, видео ұнаса әдеттегідей лайк басыңыздар, арнаға жазыңыздар. Видеоның астына жақсы комментариялар жазыңыздар. Ендеше достар, сау болыңыздар.